Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамастан бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, өте жұмсақ чак-чак пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі небәрі 2 жұмыртқа мен ұн ғана. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып, оның үстіне керегінше ұн қосып, әдемілеп жұмсақ етіп илейміз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін пакетке салып, оны 5 минутқа демалдырып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, оны жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте жұмсақ шыққан, еуі қаныпты, ұн сеуіп өте жұқа етіп жаямыз. Жайып жатқан қамырымыз жабысып қалмас үшін арасына ұн сеуіп тұруды ұмытпаңыз. Қамырымызды жайып дайын болған кезде оны оқтауға орап, пышақпен ортасынан кесіп аламыз. Чак-чактың формасын өзіңіз қалағаныңызша істесеңіз болады. Мен 4 бөлікке етіп турап шықтым. Қамырымызды турап болған соң міндетті түрде қамырымыздың арасын ашып қоямыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Сұйық майымыз табаның жартысында болу керек. Көп те емес, аз да емес. Майымыздың қызғандығын бір чак-чак салып пісіріп көреміз. Қызған болса, бәрін біртіндеп шетінен салып пісіріп аламыз. Майға чак-чакты салғаннан кейін тез-тез араластырып қызарғаннан кейін бәрін шығарып аламыз.
Чөйкөм пісіріп болғаннан кейін осындай түбі терең ыдысқа салып сгущенкамызды жақсылап араластырып шығамыз. Дайын болған чак-чагымызды ыдысымызға салып, үстіне мак немесе шоколадты ұнтақтап салуға болады. Менің жағдайымда мен мак қостым. Назар қойып көргендеріңізге рахмет, ас болсын.